Ұлттық қауіпсіздік комитеті менің екінші қылмыстық ісімді іліп қойды бүйтіп тұр. Шекарадан келгізбеу үшін, Серікжанды шекарадан аттатқызбау үшін іліп қойып тұр. Міне көрдің бе? Ол тұр әлі. Екінші қылмыстық іс маған қозғалған қылмыстық іс мойнында тұр. Ал, енді қара. Мен қазақпын. Мен Америкада аяғымды тіреп, Еуропада тіреп, аяғыммен жерді, қолыммен көкті тіреп, адамдық құқық саласында өзімнің орнымды алып, ұйымымды тіркеп, мен бүкіл Еуропа мен Американың саясаткерлерімен араласқаннан кейін, мен аламда бір бет қағазды әлемдік халықаралық құқық қорғаушыға мен сенім хат беремін де, ал мына депутат Қазыбек Исадан тартып, анау интеллигент жазушы, мынау Қытай диаспорасын бастығы, мынау профессор, анау әулие, мынау бақсы, мынау 10 келе кітап жазған, мынау 50 километр дастан жазған, мынау аңырақ, мынау жаңағы қаңғырлақ деп бәрін тізіп сотқа берем. Сосын отырасың. Қазақстан билігі ол кезде қол аяқтарыңды байлап, себебі олардың миллиардтар Еуропа мен Америкада тұр, миллиардтар тұр. Ұрдаған, жырдаған ақшасын битіп тықты. Америка Еуропаның қолында тұр оны. Өткенде ана бір америкалық фирмаға тиісіп қойып еді, қазақтарды тура жетекесін көзіне көрсетіп тұрып, ақшадарын мұздатып, ең соңында америкалық компанияның талабын орындатқан кезде біздің ұлы тұлғалар жерге тізелеп тұр, аңырап тұр, америкалықтардың табанын бірдеңкесін жалап жүріп мәселені шешті ғой. Америка жетекесін танытады. Сол кезде Қазақстан өкіметіне талап қойылады. Осындай құймен ұрайды, адамдық құқық активистін Қытайға қарсы шапқан, Қытайда қорлық көрген адам тақырып көтеруші, бірінші көтеруші, бүкіл әлемге лагер туралы бірінші ақпарат беруші, бірінші адамдарды ұйымдастырушы, бірінші лагердің тірі куәгерлерін құтқарушы, осы азаматқа жала жапқан Қазақстан Республикасының азаматтары. Ол кезде оның тұлғалығы бір тиын. Маған десе деп министр болды. Сіз осы азаматтарды халықаралық сотқа жіберіңіздер дейді. Бітті. Қазақстан үкіметі халықаралық Интерполдың алдында алған міндеттемесі бойынша алады да сол кісілердің қолына кісенің темірін салып тұр, пол аяғын кісендеп, кешіріңіздер енді дейді. Ал сосын барып, анау халықаралық сотта мені КМБ бүйтіп еді, КГБ бүйтіп еді, НКВД бүйтіп еді деп маңқадарың ағып жылайсыңдар. Ал мен сөйтіп халықаралық сотта қазақтарды шетінен қойша айдап, маңыратып, жылатып, ойбай, ана жақта бүкіл қазақ жерлесі бар, руласы бар, тайпаласы бар, құдасы бар, жегжаты бар, сабақтасы бар, ана депутат болып, ана консул болып, елші болып тұрған кездегі НКВД, КГБ-ның жаңағы ромкелесі бар, жаңағы бажалары бар, дамбал бажалары бар, жаңағы қалың туыс туғаны бар ғой жаңағы. Енді солардың барлығы аңырайды ғой, ойбай, тұлғамызды соттатып мына қазақ дейді ғой. Мынау Қытайдан келген қазақ біздің ұлы тұлғамызды мына ап деп күнді шығарып, хап деп жатқызып отырған мынандай тұлғаны, ойпырай, енді үстіп соттатқалы жатыр дейді ғой. Соттатам. Ендеше жаңағы мен ертең сотқа тартқанда қалың араша түсіп аңырайтындар. Анау ашық хатқа қол қойғандар, арыз жазғандар, былтыр тұп-тура осы ай, осы күнде міне 365 күн бұрын мені тағы сотқа бергендер, анау интеллигент зиялы, анау көшедегі далбақбайыңа дейін. Ойланыңдар, мен сендерге бір жарты жыл ма, бір жыл уақыт берем. Мен Америка мен Еуропада аяғымды тіреп алайын, тамырымды тартып алайын, шаруамды ыңғайлап алайын, оғанға дейін азаттыққа бересің ба, жасалашқа бересің ба, жоқ шетелдің медиасына аудармашы етіп барып, шетелдің медиаларының агенттер, журналистер тұр ғой, беріп Серікжаннан кешірім сұрайым дейсің ба, тұтас Қытайда қорлық көрген 3 миллион қазақтан кешірім сұрайым дейсің ба, ашық кешірімдеріңді сұрап жарияласаңдар, Алланың атымен айтам, кешірем. Алланың атымен айтам, кешірем. Шексіз құдірет иесі күллі әлемді жаратқан жалғыз ғана жаратушының атымен уәде қылам, кешірем. Ол мүмкін жарым жыл, мүмкін бір жыл, білмеймін. Бірақ оғынға дейін өстіп өтірік жынды болып, өтірік алжып, арыз жаздым деп тақтала алмай, жазбадым деп тақтала алмай отырсың ба, болды. Халықаралық сотта айтарсың. Мыңқылдайсың ба, міңгірлейсің ба,
мылқау болып тіліңді шайнап алсаң қолыңмен жазғызтамыз. Сөйтіп дәлелдетеміз. Сонда көресің. Ақыры мен 7 жылға сотталдым. Нақақ сотталдым. Ендеше халықаралық сотта кездесек. Елдер ұрыларды соттатады. Елдің бәрі ұрылар сотталады. Ұрыларды соттаса елдер қалыпты деп ойлайды. Ал мен ұлыларды соттатамын. Қазақ оянатын кезін келді. Сәбеттен қалған, ұлтын сатып, сахнаға шыққан, ұлттық мүддесін сатып, пиаршы, айғайшы болып, даңғазашы болып, жаңа күркіреген нажағайы бар, бірақ жауған жаңбыр жоқ, сол интеллигент ұлы тұлғаларыңды мен соттатамын. Мен оларды танымайтын едім. Мен оларды білмейтін едім. Мен оларды ұлы деп те білмейтін едім. Егер олар маған өздері келіп қақтықпағанда, мен өмір оларды көрмейтін дедім. Бірақ мен оларды сот залында көрдім. Мен сотта өмір мен өлім, еркіндік пен қорлық, еркіндік пен құлдықтың нақ айқасқан майданда, әділет пен ғадауаттың айқасқан майданда жаңағы аталмыш ұлы тұлғаларың маған жала жапты. Жала жапты. Егер ойбай ол ұлы тұлға еді, ақын еді, әулие еді, сол үшін кешір десең, онда қолыңды жай батамды берейін. Бата қарғыс емес, Бекболатский қарғыс емес, мен қарғамайым. Сенің де жалғыз ұлыңды, жалғыз немереңді сондай бір ұлы тұлға 10 жылға соттатсын. Сол кезде сен кешір. Лайк басып берсеңдер, 525 қазақ көріп отыр екенсіздер ғой. Лайк баспағандар киембишник деп айтамыз, КГБшник деп айтамыз, Нұр Отаншы, немесе Қытайдың шпиондары деп айтамыз. Лайк басыңдар, саусақтарыңа Құдай береке берсін. Ал жақсы, мынау маған 2020-да жабылған жаланың 1 жылдығына байланысты менің айтатын сәлемім осы. Басқа сәлем жоқ. Ол 2019-дағы сот ол бөлек. Мен елдер ойлайды, ол не қылған сот бітпейтін. 2019-да бір арыз болды, ода мен ұсталдым, сотталдым, жарым жыл түрмеде отырдым, үйқамақта отырдым. Бәленбай мәрте 10 ба 15 мәрте сот болды, ақ көк. 2019 жаңағы августтың 15-інде 16-сында сот залынан босап шықтым. Сосын 2020-да январдың 1 күні шықтым. Жаңағы жұмысқа кірістім. Содан тағы арыз жазды ғой, 2 бөлек сұмырайлар жазды. Аналар 10 мың адам қолын жейді. Мынау менің айтып отырғаным 2-ші мәртесі. Мен сол 1-ші мәртеңді де, 2-ші мәртеңді, 3-ші мәртеңді де, анау қол жиғышыңды шыққымыңды аямайым. Ақыры Құдай тағала маған маска жыртатын миссияны берген сияқты. Мен сол Қытайдың да маскасын жырттым, Қытай экспансиясында маскасын жырттым. Қазақты Совет кезінен алдап келген аталмыш ұлы тұлға, екі бетке мұнафиқ, арсыз, ұлттық мүддені сатып сахнаға шыққан, биікке шыққан сол ұлы тұлғалардың да мен жыртайын деген жоқпын, ондай ойым жоқ еді. Қазір тағы бір ұлы тұлға келіп менің маскам бар еді, жырт десе де жыртпаймын. Бірақ олар маған өзіге бұрынды. Менікім кінәлім емес. Сау болыңдар, аман болыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар.